Бірінші сұрақ. Еуропадан Қазақстанға ағылшын тілінде сөйлейтін 24, неміс тілінде 13, ал испан тілінде сөйлейтін 17 турист келді. Келген туристердің қанша бөлігі неміс тілінде сөйлейді? Сұрақ мына жақта. Келген туристердің ол барлығының саналып тұр, және неміс тілінде сөйлейтіні қажет. Барлығын табу керек сонда. 24 ол ағылшын тілінде сөйлейтін, 13 ол неміс тілінде сөйлейтін, 17 ол испан тілінде сөйлейтін болса, барлығы 54. 54 турист ол барлығы. Сонда барлығы 54 болса, неміс тілінде сөйлейтін 13 турист болды. Барлығынан 54-тен 13-і неміс тілінде сөйлейтін болса, 54-тен 13 болады. Ол неміс тілінде сөйлейтін туристер. 54-тен 13 жауабымыз С.